Жетіге жеткенше тыйма, 7-ден 14-ке келгенше білім беріп қина, 14-тен кейін үлкен азамат деп сыйла. Аналарымыз осылай дейтін, ал қазіргі мамалардың қағидасы қандай? Армысыздар, эфирде Ақ мама бағдарламасы тәрбиенің дұрыс жолын іздейтін және бақытты болғысы келетін ата-аналарға арналған алғашқы жоба. Ақ мама жобасында жаңа төрттік. Бұл аналардың жөні бөлек, жолы басқа. Отбасы тәрбиесінде тыйымдар мен ырымдардың пайдасы мол. Оны білген бала дана болмақ дейді көп балалы ана Гаухар. Қонақ келіп кеткеннен кейін міндетті түрде ешкімге айтпаймын. Сыртқы есіктен астына кішкентай ыдысымды қойып, сыртқы есікті жуып, содан үстіне су құйып, сол сумен балаларымның бетінің бәрін сүртіп шығамын. Самал Наурызбаева үшін романтикасыз өмір бос. Бала үйдің айнасы, сондықтан күйеу мен әйелдің жылы ілтипатын жасырудың жөні жоқ деп біледі. Біз күйеуіміз екеуміз әлгінге дейін қыз бен жігіт секілдіміз. Аптасына бір рет өзімізге уақытымызды бөліп, ресторанға барып, романтика болып, көктөбеге барып, таулардың үстіне шығып, армандап, солай әлгінге дейін соны жасаймыз. Айгүл Ноғайбаеваның басты ұстанымы қатаң режим мен үздіксіз қозғалыс. Давай, трогай. Давай. Молодец. Ол жас спортшыларына өмір қатал бәйге деуден жалықпайды. Менің тәрбием кішкене бөлек, басқа мамаларым, папаларым жоқ деп есептеңдер. Әнші блогер Бота Хамид 4 жастағы қыздың анасы. Ұят емес, оның ең сүйікті хэштегі. Өз ойын ашық білдіру үшін қызым шектеусіз өсуі керек деп біледі. Өзін қыз сезінген қалаймын. Маған еркек шора қыз керек емес мысалы. Неге? Өйткені өзім сондаймын да. Сөйтіп кішкене тәрбиелеймін да. Қазір әдемі не киімдер алып беріп, косметика өзі жақсы көреді сол нәрселерді. Сонымен кезекті сайысымызда бақ сынайтын аналарымызды ортамызға шақырайық. Сәлеметсіздер, қош көрдік. Жобамыздың ережесін естеріңізге салып өтейін. Бағдарлама қатысушылары студияға келмес бұрын бір-бірімен жақын танысып, тіпті үйлеріне барып үлгерді. Бүгін бала тәрбиесі, тұлғалық дамуы, үй шаруасына қатысты қойған бағаларын білетін боламыз. Бағдарламаға шақырылған мамандар да жеңімпазды анықтауға атсалысады. Қонағымыздың әрқайсының қоржынында 5 балдан бар. Ең көп ұпай жинаған әйел жеңімпаз болып Ақ мама атанады. Қазылар алқасында Жанаділ Райымбеков, отбасылық коуч, Перизат Мырзахмет, әйел құқығын қорғаушы журналистің бірегейі, және өздеріңізге жақсы таныс Меруерт Сыпаева. Жеке сұрақты қоюға рұқсат етсеңіз, Жанаділ Мырза, сіздің неше балаңыз бар? Айта аласыз ба? 5 балам бар. Керемет. 5 баланың әкесі? Шул 2 қызым бар. Әке болғаныңызға неше жыл болды? Тәжірибеңізге неше жыл осы бағыттағы? 14 жыл болып қалды. Керемет. 14. Перизат? Бір тал қызым бар. Саны мен сапа? Иә, сапаға жұмыс істеп жатырмын. Нешеде жасы? 5 жарымдамыз. Жақсы. Меруерт ханым? Мен де енді демографияға үлес қостым деп айта алмаймын. Бір тал жігітіміз бар біздің. Дегенмен, аналық тәжірибеңізге неше жыл? Әрине. Неше жыл болды? 21 жыл. Ал аналарымыздың тәжірибесі қандай екен? Сұрап көрсек, Айгүл ханым, ана болғаныңызға неше жыл? 24 жыл болды. Вау! Сіз өте жас көрінесіз. Сіздің жасыңызды сұрағым келіп тұр, бірақ 18-де. Самал? Ана болғаныма 18 жыл болды. Гаухар? Ана болғаныма 18 жыл болды. Бота? Ана болғаныма 4 жыл болды. Бәрі қарап. Бүгін біз
аналардың бірегейі Гаухар ханыммен жақынырақ танысамыз. Әр анаға бір бағдарламаны арнайтын боламыз. Гаухар ханым, бүгінгі көшті бастауға дайынсыз ба? Дайын. Иә, десеңші. Біраз қобалжып отырғанға ұқсайсыз ғой. Ал сіздің жанкүйеріңіз бар ма осы студияда? Жолдасым бар. Аға, сәлеметсіз бе? Бір сұрақты сізге қояйыншы, қасыңызға барып. Мен өте қуанып отырмын шын айтқан кезде сіздің келгеніңізге. Өйткені ер кісінің қолдауы әйелдер үшін қашанда маңызды ғой. Бірақ халқымызда, мынау туыстар арасында әңгіме гүгу тарауы мүмкін осы бағдарламадан кейін. 40-тан асқан кезде қатыны қылық шығарып құтырды ма? Осындай сыннан қорықпайсыз ба? Қорқатындай хабар емес сияқты ғой. Демек, жеңіп кететініне күмән тақпай отырсыз ғой? Жоқ, сенімдім. Сенімдісіз. Жеңеді деген сенімдемін. Жақсы. Ал Гаухар ханым осы бір жобаға қатысайын деген кезде сізбен ақылдасқан шығар? Шынымды айтсам, маған қиын емес қой, әйеліме қиын сияқты. Ендеше, әйеліңізге не тілейсіз? Жеңіс тілеймін. Енді хабарға үміттеніп қатысқан соң кім болса да жеңіс тілейді ғой. Иә, дұрыс айт. Сіз үшін ол қашанда ақ мама. Және аяулы жар. Аяулы жар. Бақытты болыңыздар қашанда. Рахмет. Ендеше экранға назар аударайық. Гаухар өзін әдемілеп таныстырған болатын. Мен Бабаева Гаухар Абдуллақызы, жасым 40-та. Көп балалы анамын. Біздің отбасында мынандай қағида бар. Жолдасымды мен сіз деп айтам, және атын атамауға тырысам. Үлкен балаға ғана үйреттік, әке, ана деп айтуды. Қалғандарының бәрінің тілі әке, ана деп шықты. Қызым мінезді, одан кейінгі қызым өте жұмсақ, өте нәзік, өте ыңғайлы, өте қолайлы қыз. Одан кейінгі ұлым қайсар мінезді. Көп нәрсені сол ұлымнан күтем. Кішкентайым әлі белгісіз, но қазірдің өзінде де белгілі мінезді жігіт болатын сияқты. Мекен, шекер мекен, балы мекен. Ырымға да, наным, сенімге де сенем. Қонақ келіп кеткеннен кейін міндетті түрде ешкімге айтпаймын. Сыртқы есіктен астына кішкентай ыдысымды қойып, сыртқы есікті жуып, содан үстіне су құйып, сол сумен балаларымның бетінің бәрін сүртіп шығамын. Алла отбасымды, бала шағамды қорғай жүр, өзің жар бола көр. Жолдасымның сүйіктісімін, отбасымның ұйытқысымын. Ақ мама болуға лайықтымын. Өте қызық, әрине, сізге қоятын сұрақтарымыз көп болатынға ұқсайды. Гаухар ханым, неше жасыңызда жалпы тұрмыс құрдыңыз? 21 жасымда. Махаббатпен? Иә. Алып қашып кетті ме? Жоқ. Сырға салып, ата-анамның алдынан өтіп, солай алды. Енді мынау сюжеттен байқасақ, ырым тыйымдарға көп мән береді екенсіз. Неліктен? Бірінші, екінші баламды босанғанда ондай жас болдым өзім. Ондай ырым сенімге ондай сенбейтінмін. Кейіннен үшінші балам аяғым ауыр кезде, енді бірінші балада бесікті әкеп береді ғой енді ата-ана. Одан кейінгі қызымды жатқыздым, сосын ішінің тазартқым келді, өзім жаңадан тіккім келді. Сонымен базардан барып материал алып, 8 айлық кезінде қолыма тігін алып тіге бастадым. Бесіктің бәрін жасап қойдым. Ай күнім жетіп, роддомға барып босанарда өте қатты қиналдым. Босанған кезде қызым көкпеңбек болып жаңағы кіндігіне 3-4 рет оралып қалған, оны өзім көрдім. Несіне сізді ұрсып? Сонда жаңағы үлкен апа, акушер апа айтты, тігін тігіп едің, немесе тоқыма тоқып едің деді маған. Сосын мен айттым, мен тігін тігіп едім дедім. Бесік жасап едім деді. Міне көрдім бе деді. Бала 3-4 рет неғып қалған, оралып қалған. Олай тігін тігуге болмайды. Ырым, наным, сенімге сену керек. Оны дәрігердің өзі айтып жатыр. Дәрігердің өзі айтып жатыр. Мен осыдан кейін ішіме бала бітсе тігін тікпеуге тырысам. Қонақтар үйге келіп кеткеннен кейін есікті жуамын деп жатырсыз. Енді үйде бала бар, баланың қылығы бар. Енді қонақ келіп кеткеннен кейін әр қонақтың артына сенің көзің өтті деп жүгіре алмайсың ғой. Ұят емес па? Сондықтан да ол есікті барлығы ұстап кіреді. Ашып кіреді. Сондықтан бүкіл қонақ кеткеннен кейін жай ғана ешкімге айтпай өзім
жаңағы Сонда жаңа тұтқасын. түймесін деп істейсіз ғой. Иә, көз Солай болып тұр тимесін, ғой. назарланбасын деп істеймін. Соны жуып, өзім жай ғана жуып аламын да, балалардың бетін бір-бір сипап шығамын. Ол менің балаларым ондаймен ауырмайды. Ол өзіңіз шығарған ырым ба? Мен мынандай Жоқ, өзім шығарған ырым емес ол. Қазақ айтады. Көз жылқыны пышаққа, адамды қабірге салады дейді. Көз деген негізі шынымен бар. Ол адамды өлтіріп жіберуі мүмкін. Баяғыда көз жара деген болған. Иә. Мысалға жаңағы үйге бір көре алмайтын жаман пиғылды сұқ көзді адам келсе, баланы дереу тық қоятын деген сияқты, бетіне күйе жағатын. Енді осының бәрі балаға көз тиюдің алдын алу. Бірақ неге су? Су деген сұрақ туады ғой. Енді ілгері де шариғат білген кісілер, ол батиға білген дейді ғой ілгері заманда. Құранды оқып, суға дем салып, сол суды жуып шашса болады. Ал жай суды құйғаннан ол жерде ешқандай пайда болмайды, әңгіме сода. Иә, бүгін шын мәнінде ырым мен тыйымдардың көбісін біліп алатын қақсаймыз, иә? Сондықтан да экраннан алыстамаңыздар дейік біздің көрермендерімізге. Тағы да сіздің өзіңіз туралы таныстыруыңызда айтқан сөзіңіз жолдасымды атымен атамаймын, сіз деп сөйлеймін дедіңіз, иә? Арақашықтығымыз 11 жас. 11? Иә. Сондықтан сыйлауға тырсам. Мен егер де мен жолдасымды сыйлап, қыздарыма сондай үлгі көрсетіп тұрсам, үйден не көрсең ұшқанда соны ілесін дейді ғой. Мен тәрбиелеп отқан қыз бен ол соны жасайды. Ай, бәрекелді. Сіз дейсіз мені. Жолдасыңыз сізге сіз дей ме? Жоқ. Келін болып үйге кірген кезде сіз жәке деп сіз деген бастаған кезде бір түрлі болып көрінген жоқ па? Маған бір түрлі болып көрінген жоқ, бірақ менің айналама, менің ортама басқаша болып көрінді. Олар сөйтіп жаңа сіз деген алыстатпай ма деп былай айтты ғой. Иә, соны сұрап жатқаным. Жоқ, менің өзім үйреніп кеттім оған. Мені алыстатпайды. Бірден әлеуметтік статусыңыздың артқанын, өскенін сездіңіз ғой. Керемет, жақсы. Гаухар ханым, осы тұста тағы бір сұрақ. Егер айталық сіздің жарың, күйеуіңіз енді сізден 11 жас үлкен ғой. Құрдас болсаңыздар. Құрдас болса да солай істер едім. Сізден кіші болса ше? Кіші болса да солай істер едім. Дұрыс қой? Сіз дейсіз. Иә, сіз дейсіз. Ал қарсыластарыңызда қалай екен? Енді бізде современный болғаннан кейін жан дейміз, кейде кішкентай балам жан деп тұрады папасына барып. Еркелетесіз ғой сіз. Түсінікті. Біз енді үйде папасы дейміз, папасы ашуланған кезде айналайын деймін. Қой, айналайын, басымды ауыртпа деймін. Бірақ негізі атында атамаймыз. Ашуланған кезде айналайын дейді. Айналайын. Бүгінгі аналардан үйренеріміз өте көп сияқты. Рахмет сіздерге. Нанды жеу үшін емес, сүт үшін пісіру. Пештен жаңадан соғылған ыстық нанды Гаухар ана омырауына басады. Осылайша ана сүтін пісіремін дейді. Сонда баланың іші желденбейді, аузы олмайды екен. Рас па? Жарнамадан соң тарқатамыз. Мына нәрсе не? Өте қызық. Бұл бұрында ата-бабаларымыз үйіне кірсеңіз сүйегіліп тұратын еді, ол не деп қарамайтынды еді ғой, шын айтсақ осы сүйектер. Ой, көкірек тұсқа қойып отырып, иә, екі жағына қоя отырып, шай ішіп отырып, терлеп отырып, сүтімді пісірім. Мен өзім жүрегім айныды ол процестен. Маған ұнаған жоқ, мен ондайды істемеймін. Сіз пісіргенсіз бе сүтіңіз? Құдай сақтасын. Ең бастысы ыстық киініп, жылы жүріңіз. Болды. Басқа ештеңе айта алмаймын мен. Ақмама жобасында жаңа төрттік. Бұл әйелдер басқа аналардан өзгерек. Айгүл Ноғайбаева спорт пен дисциплинаның арқасында бала адам болады десе, Самал Наурызбаева жарыс емес, ойын балаға керек дейді. Бота Хамид өз ботасы үшін бөлмесінде Монтессори материалдарынан материк жасап тастаған. Гаухар Бабаеваның пікірінше балаға асықтан артық ойыншық жоқ. Сонымен бүгін Ақмамаға үміткерлер көп балалы ана Гаухар ханымның үйінде қонақта. Сәлеметсіздер ме? Келіңіздер қонаққа. Оңай аяқпен кіреміз. Оңай аяқпен. Мен оңай аяқпен кірдім. 5 жасар садиктен келіп, аяқтарын шешіп кіріңдер, аяқтарын батпақ қу қалмасын. Не болды Бота ханым? Айтамыз ғой балаларға енді кірген кезде. Дұрыстап қой, сондай бір ощущение болды да менде ше. Үйлеріңіз жайлы екен. Рахмет. Әйел екен да, мықты келіншек, 5 баланы үлгіртіп, үйін үлгіртіп, анда үйді ұстап көріп отырған. Молодец. Мына нәрсе не? Өте қызық. Бұл мен 5-шімді
босанған кезде арнайылап қой сойып, сол қойдың жаңағы мойнын жеп, что баланың мойны ерте қатайсын, бала жақсы болсын деген ырыммен бұл сақталып тұрады осылай үйде. Бір сұрақтар болды, барлығын неге іліп қоймайсыз деп. Негізі барлығын бір жерге ілу керек екен. Негізі 5 бала болса 5 сүйек тұру керек. Ал ол кісіде бір сүйек қана іліп тұрды да. Осылай тұра береді ма? Осылай тұра береді. Ұстап көруге болады ма? Болады, ұстап көріңіз. Бұрында ата-бабаларымыз үйіне кірсеңіз сүйек ілініп тұратын еді, ол не деп қарамайтын еді ғой, шын айтсақ осы емес, осы сүйектер. Жүріңіздер. Барғаннан кейін ойладық, салт дәстүрдің адамы. Қазір үйге барған кезде бүйтіп қазақ көйлек киіп бүйтіп иіліп сәлем салып қарсы алады ма деп едік. Түсіріп жатырсыз? Бұл баламды босанып келгеннен кейін жасалынатын сүтті пісіру әдісі. Бұл қамырға тұз салынбайды, жылы суға қамыр иленіп, соны осындай табаға алып пісіріп, және ыстық күйінше бұны қоя алмаймыз. Бұны алып, мақтаға неге орап, былай көкірек тұсқа қойып отырып, екеуін екі жағына қоя отырып, шай ішіп отырып, терлеп отырып, сүтімді пісірім. Мен өзім жүрегім айныды ол процесті. Маған оңаған жоқ, мен ондайды істемеймін. Ұстап көруге Болады, ұстап көріңіз. Қамыр ғой кәдімгі. Бұлай негізі Гаухар медицина жағынан ол дұрыс емес қой. Медицина жағынан Любой врач жатады, жылы басу болмайды. Ертең егер онкология бірдеме бір қозғалыс болса, ол оны қозғатып жібереді. Ол өте зияны. Әйел ол сүтті пісірсін, сүтпен шай ішсін, қатықпен шай ішсін, тамақпен қатық араластырып ішсең, оған қарамайды. Кенжем 1 жас 3 ай. Емзесіз ғой әлі? Иә, емзем. Мен 3 жасқа шейін емзем балалар. Сол кезде менің ешқандай баламда ондай іш ауру болмапты. Осының бәрі осы сүтті пісіргеніңіздің арқасы деп білесіз бе? Білмедім. Енді бұл әдісті мен бірінші баламда жасаған жоқпын. Ол шамалы нәзіктеу болып туылды. Абысындарым бар. Сол кісілер айтты, сен сүтіңді пісірмегенсің ғой деп. Содан кейінгі қызымды дүниеге алып келгеннен кейін мен сүтімді пісірдім. Қамырдағына илейсіз ғой ол үшін, Иә. Сол тұзсыз қамырды илеймін. Соны алып жаңағы қаншамен ұстайсыз? Шамалы сығанша ұстаймын енді. Сосын оны бірденен көкірекке қойға орап. Теріңіз күйіп қалмай ма деген? Жоқ, күймейді. Одан майлыққа орап, сол арқылы қойып отырып, тарыммен чайымды ішем. Оны бір көп ұстамаймын, бір ары кетсе 2-3 минут. Сіз пісіргенсіз бе сүтіңізді? Құдай сақтасын. Мен негізі сондай мына Гаухар ханымның бойындағы анау ырым сондайларға өзім ұнатпай отырмын соны. Мен ондай жоқ екен. Мен де негізі 30-ға келіп баланы туғанмын, баланы тез арада адамдарға көрсете бердім да. Ондай бойымда не болмады, ойбай, енді танымал адам болғасын, бір адамдар тығады ғой, оны көрсете бердім. Ол ешқандай менде жаңағы есік жуу деген сияқты. Ол мен ойлаймын, әр адам ойына алмау керек. Еміздіңіз ғой? Негізі емізген жоқпын. Мүлдем? Енді біз сол кесаревадан кейін сүт болмады. Мен өте арық болдым, 42 килограмм болдым. Бірақ сол қатты арық болғандықтан менде сүт болмады. Сол балам, біз роддомнан шыққаннан кейін балам сол хип деген сүт ішіп солай өсті. Бірақ енді ол өте керек емес нәрсе деп ойлаймын. Енді қолдан келгенше баланы емізу керек. Негізі Құранда айтылған ғой, 2 жасқа дейін еміз деп, сол өте дұрыс деп ойлаймын. Өйткені мен балам өте аурушаң болды. Ал енді ырым деген кейде кәдімгі адамның өмірін қиындатып жібереді. Мысалға жағың таян, бағананы сүйенбе. Бүйтіп қарасаң, қозғаламайсың. Мысалға жаңа ғана омыртқан қараңызшы, баяғыда бір кісі кәржілігін іліп қойыпты қорасына, мал қорасына. Нағып іліп қойдыңыз десе, жаңағы мал қораға ұр түспей деген. Айналайын, қанша қойды сүйегімен қоса ұрлап кетті қорлар деймін. Қайтып ол сол сақтайтын болса, сол қойды сүйегімен қоса ұрлап кеткен кезде сақтамай ма деймін де енді. Бірақ шын мәнінде Гаухардың үйіне барып келгеннен кейін мен де бір интернет желісін ақтарып қараған болатынмын. Сіздің әдісіңізді жазып жатқан аналар өте көп екен. Негізі мен медицинаға қатты жақынмын. Дін жағымен жаңа айтқан дұрыс, дәстүрмен дінді бірге қосуға болмайды. Ол деген медицинаға жақынмын дедіңіз, демек осы саланы оқығансыз ғой? Иә, мен негізі басында общий медицина, сосын провизор болып кеттім. Жаңа дәрі-дәрмекті жақсы көрем, химияға жақын болатын. Сол кезде жаңа сүт жалпы мынау тамырмен келеді ғой?
енді анатомия кезінде әйел босанған кезде сүт өзі келеді. Бірақ лактация деген ары қарай уже анасынан. Егер анасы ауырып қалса, баласын бөлек жатқызса, егер де анасы стресс алса, сүті келмей қалады. Дұрыс айтасыз. Сол үшін бізге айтады ғой, емізген кезде ештеңеге қарамай балаға қарап, сүйсініп қарап, сүт өзі келеді. Иә. Мына 6 баламды еміздім ғой, білемін не екен. Ең бастысы осы тұста біздің көрермендерімізге атап өтейік, қиындықтан қорықпау керек, иә? Сүт шықпай жатса да емзе беру керек, әйтеуір келеді, ол өткен табиғат. Жоқ, олай болмайды екен. Дина, олай болмайды екен. Менің мамам жанымда жатқан ғой, операциядан келмей, баланы операциямен алысы мамам айтты да, дәл сіз сияқты. Емзе бер, содан кейін, ана сүт шықпағаннан кейін бала, кішкентай жаңа туған бала, кеудеден адамды айғайлап жылап итереді екен. Мамам айтады ғой, өмір көрмеген нәрсе екен, бала осылай itергенді деп. Бала енді туылған кезде емшек пен ана ол бір объект қой ол үшін. Сондықтан ол сізді итерген жоқ, ол сол сүт бермей жатқан объект. Онкологияға келетін болсақ, осы тұста қазір менің ойымша қадап айтуымыз керек. Бұл дұрыс па, әлде бұрыс па? Кейбір әйелдер өзіміз онкологияны қозатып жібереміз. Осындай дәрмен. Жаңа ыстық қоюға болмайды, значит болмайды. Мен келіспеймін. Осы тұста мен студияға тағы да біздің қонағымызды шақырғым келіп тұр. Психиатр, нарколог, хирург Санжар Тұрсынметов. Санжар мырза, қош келіпсіз. Кешігіп қалдым. Бала құрсақта дамыған кезде ол ешқашан ауызбен тамақтанбайды. Ол кіндік арқылы байланыста болады. Сол үшін оның іші асқазаны жұмыс жасамайды. Қан арқылы жұмыс жасайды. Ол бала дүниеге келгеннен кейін уже ең алғаш ана сүтімен. Ол жерде асқазанда микрофлора әлі қалыптаспаған. Сондықтан да жеген тамағы, ананың жеген тамағы сүт болып келеді ғой. Ол уже оны қорталмай, оған дағдылана алмайды. Сол үшін біз балаларға ескертеміз. 3 айға дейін кіндігіне мән беріңіз, өйткені іш вздутый бола бергеннен пупочный грижа болып кетуі мүмкін, өйткені напряжение болады. Бұл уақыт келе қалыптасатын дүние. Оған бір Африкадан жаңалға келудің қажет жоқ. Бұл Алланың жаратылған тылсым күші болғаны. Оған нан орауды енді айтайын. Нан орау, біздерде қырқы деген сөз бар, қырқынан шығармай жеңіл жүрме дейді, қалың киін дейді. Ол өзіңнің және баланың денсаулығын ойлағаның. Яғни қалай? Біздікілер қазір босанатта қарасаң бір босанбаған қыз сияқты көшеде жеңіл жүреді. Содан воспалительный процесс пайда болады. Жаңағы айтып атқаныңыз мастопатия. Изначала мастопатия, яғни іркіліп сүттер үйі бастайды суықтан. Одан кейін маститке айналып, мастит уже ит, воспаление деген сөзді білдіреді. Уже гной пайда болады. Ол кезде уже кесуге тура келеді. Ал енді нормальный процесстің үстіне ыстық нанды баса беру дұрыс емес. Ең басы ыстық киініп, жылы жүріңіз. Болды. Басқа ештеңе айта алмаймын мен. Хош, хабарымызды жалғастырайық. Аналарымыздың тағы да бір анықтаған деректері бар екен сіздің үйіңізде болған кезінде. Ендеше назар аударсақ. Мен ұлымның жатқан бесігі 18 жыл болыпты. Мамам бірінші тұңғышымды босанғанда әкеп берген. Жасауымен жасап, одан кейінгі аралар екеуінің арасы 1 жас 2, енді көтеріп қойдым да, сонымен оғыздықын бөлек жасадық. Риза болдым кәдімгідей. Мынау түбегі, мынау шүмегі, мынау көрпешесі. Енді мен сіздерге бірдеңе көрсетейін. Балаларыңыздың кіндігі түскен кезде қайқа қоясыздар? Менде кіндігі туылған бар, бірақ ана портфелдің ішінде тұр ма, оны көру керек ертең бар. Шіріп кетті ма, білмеймін. Тақтың өзі нұрым бар екен, мен ертең Құдай қаласа мына есіктің алдында табалдырыққа көміп, осы үйдің егесі, негізі қазақта бұрыннан бар екен, бала осы үйде қалсын деп ше. Кейіннен ғой осы кіндіктерді көмбейді, қазір балалардың бәрі тарам-тарам жан-жаққа кеткен. 2 баламда да кіндігін түсіп қалды. Комодқа салдым, содан ұтылып кетті ол. Таңда наны тұр, басқа ештеңе қоймаймын бас жағына. Сол наннан басқа ештеңе қоймаймын. Пышақ қояды, пышақ қояды ғой. Иә, ондай ештеңе қоймаймын. Нан қойғаны енді дұрыс. Манеж жоқ шығар менің үйімде, бірақ бесігім бар. Горшокқа үйретуге де өте оңай ғой, бесікте жатқан бала. Оңай емес деген білмеймін. Бізде бесікке жатқан жоқ, бірақ горшокқа тез үйренді негізі. Дұрыс шығар деп ойлаймын. Случай болды, осы шетелде естіп жатырмыз ғой, баланы бөлек комнатаға жатқызып қояды европейстер, басқа жаққа барып бала тұншығып өліп қалады, неше түрлі. Сонда мына бесікте сондай болып қалмай ма деген. Қасында
бұрын қазақтарда көбінесе бала деген ана бізде айтады ғой 40-на дейін баланы ет алып құса де кішкене. Соны қалай сендер оны регулировать етесіңдер? Қалай бүйтіп шетке жатқызады 2 сағат сайын. Өзіңіз білесіз ғой, даже басы түзе болсын, әдемі болсын деп. жатса сіздің балаңыздың басы түп-түзу болады. Мен ешқандай балам басы. Онда мына не төбесі бүйтіп манер болып Ол қалады. папасының шашы басы сондай ғой. Несі? Жоқ, ол мәселе, ол басы қандай, әке-шешесінің басы қандай, баланың ешқандай қатысы жоқ. Папасының басы. Ол қалай бала жатады? Бесікке жатқан баланың басы анау 8 жасар жүр ғой, жалпақ бас. Вот сол басыкі 3 жасқа шейін жатқан бас. Істеме, мынаны істеме, ырымға дұрыс емес деп, мен оны дұрыс нәрсе деп ойламаймын. Босанғанда қызым жыламай түсті. Мына қазір жүр ғой, жыламай түсті. Көкпенбек. Бала көкпенбек. Ана акушерка көтеріп тұрып, прям ұрады, кіндігін кескен жоқ, бала жыламайды. Дым үн шықпайды. Сонда маған аяғымнан сарт еткізіп ұрып, баланы өлтірдің деді. Ана вакуумға кіндігі де кесілмеген. Бүйтіп жақындатып әкеп, бүйтіп сала еді, ана бала деген дауыс шығарып еді. Қып-қызыл болды да, жылаған жоқ. Сосын жауып сол жерден кіндігін кесті да маған қарады. Баланы өлтірдің, не тіктің деді. Өстіп ана акушерка маған. Сосын бесік тігіп едім дедім. Зигзаг салдың ба дейді, салдым. Тоқыма тоқыдың ба? Тоқыған жоқ менде, бірақ тігін тіккен дейді. Туар кезде болай қазақта ырым бар. Оны тігуге болмайды, баланы өлтіріп қоя жаздадың деп. Тұлға да қатысы жоқ. Әйел кісі тоқиды, тігеді. Сол кезде балада қоса ойнайды іште. Ойнайды. И бала немен ойнайды? Оның ішіне тоқыма жоқ, қолында не жоқ, тоқитын ине жоқ. Ол кіндікпен ойнайды. Былай ойнайды, сол кезде өзін орап тастайды. Ол анасының артынан қайталайды. Сол кезде кіндікке оралып қалады. Мен ойлағам, ол кісі бір мамасы солай бір ырыммен тәрбиелеген шығар, әжесі бір ырым айтқан шығар деген кезде. Бірақ ол кісі енді жаңағы акушерка ханымның арқасында ырымға сеніп кеттім деп тұр. Бірақ енді білмеймін қаншалықты, кейбір кезде показуха сияқты көрініп кете ма. Мен тоқыма тоқыдым, шашымды кестім. Іштеге Барлығы тағы бір деме айтылды жаңа. Мен түйенің сүтін іштім, Нарымбай. Иә, түйенің сүтін шыбатты іштік. Мен сол үшін онда еш нәрсеге сенбеймін. Кіндікті сөрге көміп баланы алып қаламыз дейді. 2 сиыр дейді үйде айран болады, 2 әйел ойран болады дейді. Оны не істейді? Біреусін, еншісін беріп шығарып салады. Жоқ, шығарып. Мен 4 баламдікінде олай жасамаппын. Ал не істедіңіз ол кіндіктермен? Білмеймін. Олар не болады енді? Жинап қойдым. Шашын, тырнағын, просто неге ол нәрсені қойып қоямыз? Жоқ, бала туылған кезде мен ол нәрсенің бәрін алып бір жерге салып қойдым, жиналып тұрып. Арнайы бір қорапта тұр ғой. Арнайы бір қорапта тұр. Өйткені кішкентай кезде бала туылған кезде қимайсың. Біз 40-нан да шығармаймыз. Осы 7 күн ішінде балаға азан шақырып атын береді. Сосын тырнағын да ала бересің, шашын да ала бересің. 40-сын жасаған жай әйелдерді шақырып шайын берем, көршілер шақырып шай берем болды. Ол жай дәстүр ғой. Қоқысқа тастай саласыз ба? Күйем жағы жібереді, немесе сумен ақ жіберема, бірдемесі бар. Кәрі қыз тумайды дейді, туса қоярға жер қоймайды дейді. Үлкен ұлымды сөйтіп сақтап жүргем 40-на дейін, сақтап қойдым. Одан кейін бір жас болғанда есіме алып қарадым, тұр екен әлі. Көшкен кезде білмеймін қайда кеткенін. Ол маған маңызды емес. Енді шыны керек, жер баспайтын жерге көму керек. Болды. Не қыласын оны сандыққа сақтап, немесе коробканың ішіне 4-өө жинап. Мақсат қандай сонда? 4-өө бірге үйімшіл болсын деген ырым ба? Айта берсең ырым көп. Келесі мәселе бесік туралы да сын айтылды. Аға, осы тұста айып болмаса, басыңызды көруге бола ма? Өйткені бала шағамның басы сізге тартқан дейді. Бесікте жатқансыз. Әдемі формасы. Тағы да бір тоқетер нүктені қойғымыз келіп жатыр. Бесік баланың басын бүлдіреді деген. Ең ерте туылған балалардың сүйегі иілгіш келеді. Ол рас. Ал енді жұмсақ, өз формасына келетін жастықтар бар. Соны қоятын болса, ол не только бас, тіпті ана аяқ қисықтар бар ғой, соны да түзу болсын деп, өйткені сүйектің бәрі эластичный. Қалай направляйте, Қытайларда олар гипстеп тастайды екен. Бесікке бөлеу немесе бөлмеу. Шын айтқан кезде қазіргі аналар бір 2-ге бөлініп кеткен сияқты. Оратпай, бесікке бөлемесе де орауға қарсы болдым, ойлаңызшы. Орамай-ақ қояйық, өсіп жата берсін деп. Бірақ қазіргі таңда өкінемін. Талдықорғанда білмеймін, енді кішкене ауылдарда бар шығар, біз қаланыкі болғаннан кейін, мамамызда кішкене современный болғаннан кейін үйреткен жоқ, бірақ өкінішке орай, негізі ол зияны жоқ деп ойлаймын мен. Осы Гаухаркіне барып көріп,
көреміз енді жетісіне кетсек бөліп көрейік. 7-ші босанғанда сізге бесікке салдыруға шақырамын дейді. Қараңыздаршы, мен шын мәнінде өте қуанып жатырмын. Бұл аналарымыздың өзара бір комьюнити дейді, өте бір дамып жатқан сияқты. Мына жерде бір маңызды мәселе де өте нәзік. Қараңызшы, мысалға бала жылайды жатқан бала. Оны не істейсіз? Қолға аласыз. Қолға алып, жылап үйреніп қалған әйелдің жүйкесі тозады. Жүйкесі тозған әйел оны кешке күйеуіне шығарады. Содан ол енді немесе көршінің әйелдеріне шығарады. Сонымен не істейді? Семьяда біраз проблема. Сонда баланың жай әшейін бесікке жатпауы немесе ол жаңағы қолға үйретіп қойғандығы ар жағында үлкен проблемаға алып келеді. Бірнеше кісінің куәсі болдым. Баласын емізіп жатып тұншықтырып өлтіріп қойғанда төсекте. Мынау бесік емізуге де ыңғайлы. Ол бесікте былай әйел деген былай анаған сүйеніп, ұйықтап қалып солай тұншықтырған, солай мен Ол да бар, бала жатып еміп жатыр ғой, ол да қате, бәрі қате. Егер медицина тұрғысынан келетін болсақ. Ана да баланы емізген кезде басқа депрессиясымен, күйзелісімен отыратын болса, ол бәлкім ұйықтап та қалады. Бала шашалып та қалады. Шашалған баланың сүт асқазанға емес өкпеге барады да, одан кейін тұншығып өліп кетеді. Сондықтан да дәретті алып дегені, дәретті алып балаға емізуге бара жатқанын ана сезіну керек. Біреумен қырылып отырып емізген бала сүтпен беріледі да. Психологияның өзі сондай, сүтпен беріледі. Мен білем, бесікке байлағанды. Оны анау шүмек бүйтіп боса кетпеу үшін баланы қатты таңып ұстайды. Мен білем. Шүмек қай жерде? Таңып Өкпе қай жерде? Сіз шүмекпен өкпені шатастырмаңыз. Бірақ таңып ұстайды, бірақ. Енді сіз бір көрген оқиғаңызды бүкілге деп айтуға болмайды. Мен өз ойымды айтып жатырмын. Мына медицина сферасына. Еркін байлауымыз қажет. Еркін. Мына өкпесі емін еркін ашылып жабылуға кедергі болмау керек. Егер сіз тартатын болсаңыз, ол қалыпты жағдайда алуға тиісті болған оттегіні ала алмай, ол балада гипоксия. Осы бағдарламаның плюсы, мына Сәкен келіп, дәрігер дүйім жұртқа осыны айтып отыр. Қараңызшы, сақ болыңдар деп. Бізге ата-аналар келеді. Олардың кеудесі ішке қарай иіліп кеткен. Міне, басы қисайған. Сосын сұраймыз ғой, не болып еді, қалай жасадыңыз? Бесікке беленген ба? Я, беленген. Ана, апам белеген. Мен енді білем, ол сауатсыздық деп білем, мысал үшін. Кейбір кісілер, мен бәрін қараламайым. Бірақ қатты тартып тастап, қабырға эластичный ғой бізде. Қалай направляйте, так и будет расти. Сол ішке қарай еніп қалған. Содан кейін біз айтамыз, шар үрлесін енді ол. Ол шар үрлесін деп, анау күшенсін, қайтадан артқа тартайық деп айтам. Сол нәрселерді назардан тыс қалдырмау керек. Ал енді сіз жаңағы... Қымбатты ата-ана, осы бағдарламаны қайтара көріңіздер, насихаттаңыздар, өйткені біздің балаларымыз сау, бақытты болып өсуі тиіс. Ал емізу ол өте үлкен жауапкершілікті қажет ететіңіз. Әр басқан қадамын ырымға балайтын ананың ақша шақырып байлықты арттыруға арналған тәсілдері қандай екен? Мұны аздаған жарнамадан соң бірге білеміз. Шәйнекті есікке бұрып қой, су толтыр. Қарап, су толтырғанда. Есікке бұрып қойса не болады мысалы? Не деп айтады? Ақша көп кетеді. Сіз егер бай болсаңыз, баласыз болып сыналасыз. Балаңыз болса, кедей болып сыналасыз. Күйеуіңізбен татусыз ба, енеңізбен сыналасыз. Бұл өмір. Маған айтты, сізде дауына деді, болады. Неге тапсыз осындай жағдайға душар болдыңыз? Деп ойлайсыз өзіңіз? Әйеліміз ғой, өсек айтамыз. Біреуді жамандаймыз. Мен содан көрдім. Эфирде Ақ мама бағдарламасы. Мұнда бала тәрбиелеу әдісі әртүрлі 4 ана өзара сайысқа түсуде. Бүгін жоба қатысушылары 5 баланың анасы Гаухар Бабаеваның үйіне қонаққа келді. Әр басқан қадамын ырымға балайтын ол әйелдерге бөбесін қалай емізетінін көрсетті. Ол пештен жаңадан суырылған нанды майлыққа орап, кеудесіне қояды екен. Ыстық нан ана сүтін пісіреді. Есесіне баланың іші желден кетпейді дейді Гаухар. Бұған әрине бәрі бірдей сене қойған жоқ. Ендігі сұрақ, Құдай берген баланы алдыртып тастау мәселесі. Егер дәрігерлер Даун синдромын анықтаса, қайтпек керек. Гаухар Бабаева өз тәжірибесімен бөлісті. Мен негізі 8 құрсақ көтердім. 8 құрсақтың Алла берген 5-еуі бар. Құдайға шүкір. Құдайға шүкір. Осы ұлымның алдында 2-еуі замерші болып қалды.
Сосын ұлымның алдында саналы түрде 21 апталық баламда барып алдырдым. Бірақ ол өкінішті неге қазір айтып жатыр деймін да? Или уже ішіндегінің бәрін жеп, жан дүниесінің бәрі уже. Содан кейін ашылып айтып жатыр ма халықтың алдында? Звондайды бірінші. Саламатсыз ба, сіз күйеуіңізбен келе аласыз ба бізге деп. Сосын ойбай, неге күйеуіммен десем, жоқ, сіз күйеуіңізбен керек болып тұрсыз бізге деп, андай не қылып тұр, сосын нешеде бірде. Жарайды, сосын жолдасым айтты, екеуміз бардық. Сонда отырғызып қойып, маған айтты, сізде дауына деді бала. Ол не дауына? 21 хромосомасында 3 болып кетті деп. Сосын мен жылап, алдыртпаймын, мен алдырту керек деді. Врачтар сразу сол жерде алдырту керек. Сосын жолдасым айтты, сіздің ештеңеңіз кетпейді деді. Әйеліңіз ауру болады деп, сол ауру баланың соңында ауру болады деді. Осындай әйеліңіз ауру болады. Деп, сосын жолдасым айтты, алдырту керек болса алдыртармыз деп. Менің ойымша ол нәрсені бекер істеген сияқты. Құдай өзі кешірсін мені. Мен де ертең не болатынын білмеймін, бірақ енді қаншалықты дұрыс деп ойлаймын да сол нәрсені. Енді ешкімге айтпаған, өзіміздің жолдасымыз екеуміздің арамыздағы сыр болатын, даже жақындарымызға да айтқан жоқпыз. Просто замерші болып қалды деп қоя салдық та. Өкінудің қажеті жоқ. Жасады ма, жасады болды, сен ұмыту керек. Өкініп, біреуді жеп, өзін жегеннен еш жақсылық болмайды. Есім жиғаннан кейін маған баламды беріңіз, мен апарып жерлейін десем. Бермейді. Это не ребенок дейді. Это не ребенок, не дают, мне тоже не давай. Сосын мен айтам, қалай не ребенок десем, это не ребенок дегенде мен вообще болдым, мен точно урод екен деп ойладым. Маған қатты әсер етті. Менде екінші құрсағым сондай жағдай болды да, бірақ бізде осознанно болған жоқ. Бізде замерші болды, іште өліп қалып бала. Сол есіме түсіп кетті. Үйде жатсам, ана жерде бала жылап жатқан сияқты болады, жаңағындай біреу шақырып тұрған сияқты болады, орнымнан тұрам, астында бала жылап қалған сияқты болады, төменге түсем, қайтадан көтерілем. Бала дауым болса да, қаншама ана қазір балаларын қарап жатыр ғой. Қаншама әке қарап жатыр балаларына шы. Дауын қылмай, оны кәдімгідей дені сау баламен қатарласқа өсіріп жатыр. Сол жер кішкене мені ұстап қалды. Или ол өзін ойлағандықтан ба? Әрине, өткен іске өкінуге болмас. Депрессиядан қалай шықтыңыз? Өзімді алып шықтым. Мен ешқандай психологқа барған жоқпын. Ешқандай да үйімнің, балаларымның мазасын алған жоқпын. Жолдасыма көрсетпеуге тырыстым. Бірақ мен өз-өзімді жеңдім. Неге тапсыз осындай жағдайға душар болдыңыз? Деп ойлайсыз өзіңіз? Әйеліміз ғой, өсек айтамыз. Біреуді жамандаймыз. Мен содан көрдім. Мүмкін біреуге менің бір нем тиіп кеткен шығар. Маған Алла тағала осы жағынан, Гаухар қой, мынау ұят болады деп маған көрсетіп тұрған шығар. Мына X хромосома әке мен анадан беріледі ғой. Орындарымен ауысқан кезде, мен жаңа қатты уайымдадыңыз ба дегенім, хромосомалар қалыптасып жатқан кезде олар орындарын ауыстырып алады, немесе тағы басқа саны артып кетеді. Бұның себебі әлі ешкім нақты мынау деп айтқан емес, белгісіз деп айтады, сол үшін генотипке жабады. Тарихқа жүгінетін болсақ, осыдан 7 жыл бұрын біздің әріптесіміз Ресей журналисі Александр Никонов деген кісі бір мақала жариялаған болатын. «Добей, чтобы не мучился» деп атаған еді өзінің мақаласын, яғни ол егер Даун синдромын дәрігерлер анықтаған жағдайда баланы өлтіру керек. Өйткені мүгедек баланы қинаудың не қажеті бар деген сұрақты көтерді. Сол кезде көп аналар осындай балаларды тәрбиелеп отырған, әрине оған қарсы шықты. Жедел жәрдемде дәрігер болып жұмыс жасадым. 6-7 жыл. Әр сменге түскенімде бір үйден шақыру болады. Барсам, Даун плюс эпилепсия. Бала тырысып 12 жасқа ма 13 жасқа келген, ол өліп кетті уже. Білем оны. Бұна тырысқан кезде уже ана кахексия, енді атрофияланып кеткен бүкіл дене. Анада вена жоқ. Сондай балаңның қиналғанын күнде көріп, азаптанғаннан көре дегенде, оны дер кезінде алдырып, енді ол кез келген период өткен іске өкінбе дейді ғой, өтіп кетеді. Ал егер оны өлтірмей алмаған кезде, әлі күнге дейін бәлкім сол баламен алысып қиналып келетін беді. Ол қиналғанда жаны қиналады ғой ана. Ол не только балаға,
анаға да депрессияда ол тез қартаюына себепші болады. Сол тұрғыдан айтқан, бұл дәрігер тұрғыдан. Ал діни тұрғыдан айтатын болса, ол Алланың бергені ғой. Бұл бір себеп, яғни саған бір ескерту болды. Ей, мына жерден қателестің деп ескерт. Ғалымдар айтады, сен дейді, өзіңнің жаныңды сақтап қалу үшін біреудің жанын қиюға кім хақы берді саған дейді. Өзіңнің жаныңды сақтап қалу үшін біреудің жанын қиюға дейді. Мысалға, анасы қайтыс болайын деп жатыр дейді да, анасына қауіптенеді. Негізі шариғатта рұқсат береді анасын аман алып қалу үшін баланы алуға. Екеуі осындай жағдай болып қалса. Бірақ кейбір ғалымдар осыған қарсы шыққанда, балаға өмір беріп, анасы кету керек деген ғалымдар да болған екен да, жаңағы. Анау қалған балалар болмаса, егер қалған балалары болса, онда бағанағы баланы алу керек та, ананы алып қалу керек дейді да. Енді бұл жерде жағдай басқалау, көрдіңіз ба? Жағдай басқалау. Бағана Сәкең айтып отыр ғой, бұл негізі Құдайдың берген сынағы. Құдайдың берген сынағы. Енді қараңыз, бір кем дүние деген сөз бар қазақта. Бір кем дүние деген еш қашанда үнемі жақсылық болмайды өмір. Сіз егер бай болсаңыз, баласыз болып сыналасыз. Балаңыз болса, кедей болып сыналасыз. Күйеуіңізбен татусыз ба, енеңізбен сыналасыз. Бұл өмір. Бұл өмір. Мен солай қабылдадым. Енді сондай сынақ келді ме, адам оны көтере білу керек, жеңе білу керек, шығу керек. Ал енді Мен оның бәрін жібердім, мен сондықтан айтып отырмын қазір. Мен оның бәрін жібердім. Одан кейін врачтар маған айтты, бір сіздің мысалыңыз бізді көріп отырған экранның арғы жағындағы әйелдерге үлгі өнеге болсын, өзін жазғырмасын. Егер Алла осындай сынақ берсе деген біздің үмітіміз. Хабарымызды жалғастырайық. Құдайға шүкір, сіздің әдемі, ақылды балаларыңыз бар. Санын айтпаңызшы, Дина дейді. Көз тиеді, қорқам дейді, солай ма? Мұсылманда бала санын айтпайды ғой. Аллаға шүкір дейді. Аллаға шүкір, Алланың берген баласы бар. Айтпайын, енді көрсетейін ондай болса. Өздерін санап алыңдар дейді. Аға, не істеп жатсың? Қазақстан тарихына оқып отырмын. Кеттік, телефон ойнақшы. Жоқ, Айбар, маған ұбт-ға дайындалу керек. Менің ішім пысып жатыр. Жоқ, Айбар, барып өзің ойнай ғой. Өзінің әлемі бар қазір. Сол әлемнен балалар мешайт етеді. Менің қызымда да сондай болды. Сәлем, жандарым, сау, қалайсыңдар? Сәлеметсіздер ме? Қалайсың? Қалайсыңдар? Танысайық. Үйлеріне қонақ болып келіп қалдым. Бес саусақ бірдей емес дейді ғой, сол сияқты бес баламның да бесеуінің де мінезі бес түрлі. Үлкен ұлым өте жұмсақ, қызым мінезді, бірақ өзінің ортасында өзін алып жүретін, басын көтеріп жүретін қыз бала өсіріп отырмын. Намысшыл. Одан кейінгі қызым өте жұмсақ, өте нәзік, өте ыңғайлы, өте қолайлы қыз. Одан кейінгі ұлым қайсар мінезі бар. Мен көп нәрсені сол ұлымнан күтем, бірақ бәр баламнан да күтем ғой, бірақ енді мінезділігі, жаңағы қайсарлығы, жаңағы өзін еркін ұстауы өте ұнайды бала ретінде. Одан кейін кішкентайым әлі белгісіз, но қазірдің өзінде де белгілі мінезді жігіт болатын сияқты. Мамаңа көмектесесің ба? Иә, көмектесем. Не істейсің? Там андай ауыр заттар көтерсе, сондай заттарға көмектесем. Ай, молодец, ер жігіт, үлкен. Сен нянькісің ғой деймін. Мыналарға қарайсың да? Екеуің ба? Ты помощник, да? Екеуіміз дейді. Енді не істейді енді? Қандай вариант бар енді оларда? Алып кетейік па үйімізге? Қонаққа барғанда да, көшеге шыққанда да, үлкен центрлерге барғанда да, тілі шықпаған балаларымның ішкі киімін теріс кигізіп қоямын. Үйдегі ырым деген нәрсе мамаң айтпай ма өйтіп? Тәрбиелемей ма? Сөйтіп өсірді ғой дейді. Табалдырықты баспау, тағы... Шәйнекті есікке бұрып қой, су толтыр. Иә, қарап, су толтырғанда. Есікке бұрып қойса не болады мысалы? Не деп айтады? Ақша көп қояды. Банк салғысы келіп жатыр. Саған ондай запреттер қоймай ма? Вечеринка деген нәрселер болады. Наумайды. Біздің мамалар сияқты да, кезінде сондай. Анам бүйтпе, ой, күлме, ой, бүйтпе, жігітпен сөйлессем болды. Сондай да, енді айқайлап күлуге болмайды, сөйлесуге болмайды. Бұрын туа бергеннен кейін де иногда қиындауда деп ойлаймын да.
біреуіне берілген внимание екіншісіне жетпей қалуы мүмкін. Қызым ау, полкаңды жинамапсың ғой деп сөйтіп едім. Иә, сосын деді. Одан өзінен кейінгі сіңілісі бар, оның шкафын ашсам, оныкі де шашылып жатыр. Мынаны да жинау керек қой дедім. Қоя беріңізші, сосын деді. Қарап едім, жатыр екен. Ойлап қалдым, жігітпен сөйлесіп жатыр екен. Қолынан алдым да сотканы. Маған жауап беру құнды болып тұр ма дедім да, сотканы алып лақтырып жіберіп едім, ана плинтусқа болып шашылып қалды сотка. Қызым орнынан атып тұрды, соткаға қарап көзінен жас ағып жатыр. Мен тұрдым да шығып кеттім бөлмеден. Ары қарай секрет. Ары қарай не болғанын қазір білеміз, иә? Гаухар ханым, сіз жалпы қалай ойлайсыз өзіңіз? Сіз қатал анасыз ба? Қаталдығым бар. Соскадан шықпай жатқан, сосканы 5 жасқа шейін еміп жүрген баланың соскасын алып отқа тастайды. Неге? Ембесін деп. Өртеніп жатқан сосканы көріп, содан Ол 5 жастағы бала мен 13 жастағы баланың екеуінің өсуі екеуінің екі бөлек та. 5 жастағы бала ол нақты өзінің қандай қадамға баратынын әлі мектепке бармаған бала ойлаңыз 5-те. Сіз 13 жастағы қыз бала, ол өзі өсіп бір деңгейге жетіп қалған бала да, оңын солын білетін бала. Ол мен түсінбеймін қаншалықты лақтырып, ертең сіз соткатын лақтырып телефон, ұялы телефон қызыңыз өзіңізге келіп, ана сіз дұрыс жасадыңыз деп айтқан күннің өзінде сіздің қыз балаңыздың ішінде бір ертең сізге деген өкпе реніш қалып қалуы мүмкін. Психологиясы әлсіз бір осындай мүшел жасқа еніп толған жастардың аналары, әкелері мен білмеймін кім екенін, бірақ телефон лақтырып жүрген кезде көп қабатты үйден баласының атынан секірген өкінішке қарай кездері болған. Иә, дұрыс айтасыз. Негізі бұл жерде тәрбиенің бала тәрбиесіндегі 3 түрлі стадия бар да. Бірінші балаға түсіндіріп ескерту. Тіпті ғалымдар айтады, ол бала 2-3 жаста болса да ақылмен айтып түсіндіріп, үлкен адамдар сияқты сөйлеу керек. Бірінші ескерту яғни. Екінші, бала істемей қойды оны. Сіз екінші стадияға көшесіз, бойкот жариялайсыз балаға. Бойкот жариялау деген баланың айтқанын әпермей қою, балаға ренжу, өкпелеу, сөйлеспеу деген сияқты бойкот жариялау. Бірден жазалауға көшуге болмайды. Үшінші, жазалау керек. Мен сол жазалаған үшінші жазаламаса болмайды. Сіз бірден жазаладыңыз. Жоқ, бірден жазалаған жоқпын. Секіріп кетті ғой бір стадиядан деп айтып жатырмыз. Сома деп отырмын да, жаңағы бойкот жариялау деген сияқты мәселелер көп жерде негізі нәтиже береді да. Гаухар ханым шын айтқан кезде алғашында өте жұмсақ болып көрінген еді менің көзіме. Бірақ қазір осы бір қылықтарын ағамыз жайлы болып тұр ғой. Ағамыз жайлы болып тұр ғой. Апамыздың да мінезі бар-ау деп қалдым шын айтқан кезде. Иә, ақыл айту керек, ұрсу керек, жазалау керек, бірақ мінез көрсетіп шашуға болмайды. Жоқ, мінез көрсетіп балаңды дейді, мысал үшін, бала ешқашан мені жек көретін, мен мамам жек көреді деп сезінбеу керек. Сен оны жақсы көр дейді, әрекетіне жазасын бер дейді. Сіз бірінші қадам жасадыңыз ба, ол ма? Мен бірінші қадам жасадым, мен бөлмесіне барып, күнделік жазады ол өзі. Күнделігімді ашып қарасам, менің мамам бүгін соткамды сындырып қойды. Күнделік десемше, күнделік емес, ол өзі, мысалы, мен қызым маған айтпайды, маған жазу арқылы түсіндіреді. Ал енді сұрақ, осы жерде сұрақ туындайды. Мені бүгін мамам телефон, одан кейінгі цифрларды айтыңызшы, жазылған сөздер. Одан кейінгі 2 күннен кейін менің миым тыныш дейді. Жоқ, баланың сіздің телефонды сындырған кездегі реакциясын жазады ғой ол. Егер шынымен жазған болса... Мен мамама, анашыма ренжідім деп жазған. Ана бала өзінің көңіл күйін жазып отқан жоқ, ол значит біліп тұр сіздің оған сенбейтініңізді, оның соңынан күнделігін оқитының, это вот мүлде баланың жазған нәрсесін олай оқуға болмайды. Сіз оның жеке адам ретінде, тұлға ретінде просто крест қойып тастадыңыз балаға. Баланың ішкі жан дүниесі, оның ішкі құпиясы сіз бардыңызда, сіз үшін ол сондай сөздер жазып отыр күнделігіне. Мен ренжідім, 2 күннен кейін түсіндірдім, менің миым тыныш. 13 жастағы бала, мен соткадан тынышталдым дегенді айтпайды. Ол сізге ұнау үшін айтып отыр ана сөздердің барлығы. Ұнау үшін емес, ол мен оқитынымды білмейді ау деймін негізі. Біледі, анандай білмейді. Мен оған айтқан жоқпын да. Жарайды, сіз енді... Жоқ, мен оқиын деп оққан жоқпын. Столдың үстінде тұр екен, сол кезде... Даже әкеп берсе де қолыңызға оқуға болмайды. Дұрыс айтасыз, біреудің сырын. Білмеймін енді, балам... Енді екінші олай жасамайтын болады біздің арқамызда. Әрбір баланың, ол бала болсын, қыз болсын. Свободное пространство. Жеке кеңістігі бар. Жеке кеңістікке қол сұғушылық, оны тұлға ретінде құрметтемеу дегеніміз. Егер бізді құрметтесін десек баламыз, біз де оны құрметтеуіміз керек.
керек. Просто мына нәрсені түсініңізші. О балаңыздың сізбен қарым-қатынасы, оның әлеммен қарым-қатынасы. Сіз егер оны тұлға ретінде құрметтемесеңіз, оны ешкім тұлға ретінде құрметтемейді. Ертең басшысы да оның жазған сырларын бәрін жұртқа жаюға бейім болып тұрады. Күйеуі, жары, барлығы, ертең бала-шағасы, достары барлығы оны құрметтемеуге бейім болып тұрады. И ол соны балаңыз, ұл болсын, қыз болсын, ол оны дұрыс деп ойлайды. Жарнамадан соң қарсыластарының Гаухардың 3 талап бойынша, яғни бала тәрбиесі, тұлғалық дамуы және үй шаруасына қатысты қойған бағаларын бірге білетін боламыз. Осы аптада Мама бағдарламасында жаңа төрттік қыздарын чемпион ету үшін барын салған Айгүл Ноғайбаева, өз тұңғышының құрдасындай көрінетін кәсіпкер Самал Наурызбаева, әнші модель, шулы жобалардың қатысушысы Бота Хамид және қазақтың ырым мен тыйымдарын зерттеп жүрген ана Гаухар Бабаева. Бүгінгі бағдарлама 40 жастағы ана Гаухар жайлы 5 баласы бар әйел өзін тұлға ретінде қалай шыңдады. Жалғастырайық. Ал қыздар, шай ішейік, шайдан алыңыздар. Өзімнің қолымнан пісірген. Неден керемет? Молочная девочка дейді ғой. Бәрін кәтісінде бәрін өзің жасайсыз ба? Өзім жасадым. Барлық тамақты жасадым. Барлығын өзім жасадым. Мен балаларға бәрін қолдан пісіріп бергенге тырысамын. Керемет болды. Енді оны сатып, ақша жасап отырғанын көрмедік. Тортты қанша уақыт болды жасап жүргеніңізге? Тортты қалай келдіңіз осы бағытқа? Негізі оңай бағыт емес пе? Тортқа келгенім декретке шықтым. Мен бірінші тортты ақша табайын деп пісірген жоқпын. Мен бірінші балаларыма туған күніне, онлайн мастер-класстарға иде отырмын. Жазылып. Энергия деген. Болып тұрған зақтан. Бірақ енді алады деп ойлаймын, ана тортты мен сатып аламын. Ал қыздар, тазалықты көрейік. Былайынша енді бәрі жинақы, таза сияқты енді. Өте қызық болды, холодильниктен ашып көрдік. Мен осындайды жаман жақсы көретін, бір үйіне барып ашып көріп, үйлерінде не болып жатқанда мен арманым орындалды деймін. Мен тамақ жегенді өте қатты жақсы көреді. Колбаса тұрды, мысалға барлығын 100%-ға қолдан пісіремін дейді, бірақ колбаса тұрды. Колбасан, яғни балалар жейді деген сөз. Маған қызықта кухняға телевизор қоймау керек деп айтады негіз. Қанша уақытта тұрсыз? Сіздерде бар ма телевизор? Ол дұрыс емес, қоймау керек. Негіз қоймау керек. Тамақ ішкенде отбасы өзіне мән беру керек. Телевизорге қарауға болмайды. Бір-біріне мән беру керек. Телевизор тұруға болады, егер әйел адам тамақ істеп жатқанда бір өзі тарлы ақиқат көреді. Сондай сериалдары бар көретін. Соны көру үшін ба, әлде балалармен тамақ ішіп отырғанда телевизор көресіңдер ма деп. Молодец. Бит қоймай басаңшы. 5. Красавчик. Красавица. Үй шаруасына мін жоқ ау деп ойлаймын. Бәрі тап-таза. Өзіңіздің ең сүйікті тортыңыз қайсы? Жемейсіз бе өзіңіз? Фигура? Білмеймін онда қатты. Қалай жасайтын өзі біледі ғой. Ең басты. Таза сармай қосатын шығарсыз? Иә. Колбаса деп жатыр ғой, ол колбасаны мен қуырып барып, балаларға пицца жасаймын. Колбасамен жасамаса жемейді. Иә, ал колбасаны балалар былай жемейді. Гаухар, өзіңіздің мамандығыңыз бойынша сіз кімсіз? Мен мамандығым Казгудың физика факультетін бітірген, инженер физикпін. Бірақ мамандығыңыз бойынша жұмыс істеген жоқсыз? Жұмыс жасаймын. Қазір декретте отырмын. Стандартизация, сертификация деген мекеме бар, сол жерде бірінші категориялы специалист. Респект. Балаларыңыздың жетістіктерін атап өтсеңіз? Бәрі отличник деп айта алмаймын. Біздің үйде ударник те бар, отличник те бар. Мен балаларды сабақты жақсы оқуларын керек деп міндеттенбеймін. Әр баланың қабілеті әртүрлі. Міндеттемегенімізбен біз мотивация беруіміз керек. Ол мотивация қалай? Бала үшін ең үлкен мотивация әке-шешесінің көңілі. Өйткені олар, папа мен 5 алдым дегенде не үшін айтады? Өйткені олар үшін ең үлкен мотивация әке-шешенің көңілі. Демек, әке-шеше екі алған кезде қалай эмоция танытады,
тура сондай эмоцияны бес алған кезде таныта білу керек деп әр беске ерекше көзқараспен қарау керек әке-шеше. Сен сөйттің ба онда деп жаңа балаға ерекше мотивация беру керек. Жаңа суббота күні киноға барамыз дегендей. Уәдесінде тұру керек. Қазір біздің қазылар алқасы қалай өзіңіз айтқандай мотивация беру немесе таңдануды қазір көрсетесіздер, өйткені біздің аналарымыздың Гаухар ханымға қойған бағасын қазір көрсететін сәт келді. Экранға назар аударсақ. Отаның бағалары үй шаруасына 5, бала тәрбиесіне 4, тұлғалық дамуына 3 деген бағаны қойдыңыз. Мен әйел адамдары ұмытпасын деймін өзінің бет бейнесі туралы. Бір жағынан. Әйел фигура менің өзімнің ой, ол мәселе фигурада емес. Мәселе адамның өз-өзіне қарау кішкене. Неге мен бұл бағаны қойдым? Өйткені біз үйіне кіріп табалдырықты аттаған кезде ол кісі неткен әдемі қыздар деген бір таңданыс тамсанған берді да бізге. Помадада болмайтын сумкамда дейді. Бірақ қазір сендердің қастарында жүр. Мен сумкама мына помада салып жүретін болдым дейді. Түсінесіз ба? Мен жеңін көріп қойын бірден кеғіп. Ау? Бірден кеғіп жеңін көріп қойын. Жоқ, жеңгенде емес мәселе. Мен боянбаймын. Мен өте... Айгүл ханым, сіз бала тәрбиесіне 3 деген бағаны қойыпсыз. Бізге Алла тағала дене не үшін берді? Сақтауын керексің. Физикалық дене ұстап тұру керек осындай, жаңа жүзу керек, плаванияға бару керек. Сол жағынан көрген жоқпын. Үздіксіз қозғалыс. Мен қарсымын енді бұл жерде ше. Мен о жерде физикалық өзгерісі бар, патологиялық бала көрген жоқпын. Барлығы бала стандартқа сәйкес. Үйден шықпайды балалары. Негізі спорт деген бұл, мысалы, ұл балаға спорт деген бұл кәдімгі тестостеронын көбейтеді, оның еркектік мінезі. Ол кәдімгі, мысалы, қызда қылық болмаса құршырайда не пайда дейді. Қыздың биге барғаны. Қай спорттың түрімен айналсыңыз? Қай спорттың түрімен? Бәсе. Балаларым бәрі жүдайсы мен, бәрі. Барған сайын бір көрін алады. Бұл кісі өзінің балаларымен салыстырғанда, мен енді өзімнің көзқарасымды айтып жатырмын. Спортсмен емес, бірақ елді, мына Қазақстанды білім деңгейінде көтеріп жатқан, дұрыс па? Оны біз қалай дұрыс емес, ол үшін 3 қоюымыз керек. Мен естігенім просто әр баласының өзінің бір даму ерекшелігі бар екен. Тұлғалық дамуы ең төменгі балл, Айгүл ханым, сіз қойыпсыз. Ол үйде Алланы құрметтеу деген бір нәрсені көрмеппін. Құранда көрген жоқпын, жаңағы мына лягушка тұрады, жаңағы ақша шақырғыш, мына подкова тұрады. Мен соны ұнамады. Абылай үй жағынан бәрі тек қана духовный развитиесі жоқ деп мен ойлаймын солай. Дина ханым, мен еще наркологпын. Бірдеңе айта салайын осы жерде. Әрине, білеміз. Науқастардың үйіне барам. Құран тұрады. Астында өліп ішіп құсып жатқандарды көрген. Егер ол Құраны мына жерінде болмаса, үйде том-том Құран кітапты, ол деген дінге деген өте лас. Кәдімгідей Құрандар ілініп тұрады. Өзім ұялам, анан алып кетіп қалғым келеді да. Реально сөзің Құран, ішің шайтанға толы болып кетті. Құдай алласа. Бір жеке көзқараспен адамға баға беру, ол қате. Әр адамның өзінің дамуы бар. Мен намаз оқитын наркомандарды танимын, 5 уақыт намазда, бірақ героинда. Міне, қалай? Аллаң қайда? Аузында, Алла, иншаллах, машаллах деп қоятты, ан жаққа барып қалот жетіп, потом шақырады мен. Оны да ұмытпау керек та ол нәрсе. Дұрыс айтасыз. Адамның Аллаға деген көзқарасы түзу, Алланың алдында ешқандай серік қоспаса, сөзінен ақ білуге болады да ол адам. Неге міне әйел ретінде күйеуінің де көңілінен, балаларды да өз жұмысында алып жүрген ана, бұл одан артық қандай өзін? Әдемілік па? Міне тұр ғой әдемілік. Жоқ, бір сұрақ қояйыншы. Мен үйге кіргенде қонақ күтіп жатқан сұлу әйелді көрдім. Сіздің де 5 балыңыз бар. Ондай сөз бар да. Бағдарламаның соңында сіз кімге дауыс береді екенсіз? Сол жағымаған ой өзгеруі. Бәлкім Айгүл ханымға деген ойыңыз өзгерер бағдарлама барысында. Әлі уақыт көрсетеді. Бұл сұраққа жауап берді. Біз көрсетеміз міндетті түрде. Деген жоқпын бұл. Қазақ құрбақа деген нәрсе, немесе таға деген нәрсе, бұл қазақшылық емес. Бұл имандылық та емес. Бұл кәдімгі Алладан басқа жаққа бұрылу. Ал ең проблеманы айтайын ба?
осы нәрсе үйдің берекесін қашырады. Жоқ, ол мен арнайылап барып сатып алған дүние емес. Кәдімгі лягушка Үйге біреу сыйлаған Біреу шығар. сыйлаған. Жоқ, қараңызшы. Құрмет көрсетіп Ол қойған сыйласа, шығар. оны лақтырып жіберу керек. Жоқ, неге лақтырып жібермейді? Мен қарсымын. Ол сыйлық. Сіз бірақ оны құрбақаны Алладан артық көрдіңіз ба? Жоқ. Жоқ, Берекені шақыратын. Ол солай ойлай ма? Жоқ, мәселе адамдар кіреберісте тұр. феншойдың құрбақасы не шығатын жерде тұр. Кім сыйлап еді сол құрбақаны? Жоқ, аға қараңызшы. Құрбақа деген қаяқта жүретін нәрсе? Ол болотада жүретін нәрсе. Оның орны болото. Бүгін жай сыйлық болса басқа әңгіме. Ол шын құрбақа емес қой, шын емес қой. Темір құрбақа. Хош, дауласпайық. Әр адамның өз пікірі бар, ол пікір айтылды. Үйренем, білем деген адам оны қаперіне түйет, жат дейтін адам одан жиренеді. Гаухар өз күйеуі мен балалары үшін қашанда абзал жан, бірақ бүгінгі 4 ананың ішінде ол үздік пе? Мұны ертең білеміз. Естеріңізге салып өтейін, үздік ананы анықтау барысында мамандардың да дауысы ескерілетін болады. Әрбір сарапшының бір анаға 5 ұпай беруге құқы бар. Ертең біз спортшы ана Айгүлмен танысатын боламыз. Егер сіз де өзіңізді жақсы анамын, сынақтан қорықпаймын десеңіз, Ақмама KZ сайтына өтіп сауалнама толтырыңыз. Бала үшін бас ұстаз ата-ана. Ана бақытты болса, әлем бақытты. Сау болыңыздар.